Алихан. Менің қызым ше. Бір апта болды ше, ауырып жатқанда қандай. Врач шақырсам да жазылмай кетті ше. Температура деген вообще түспейді. Не істесем болады екен, Алихан? Не істейміз? Қарашы, мына дәрі уже таусылып жатыр ше, бергенмін. Вообще әсер етпей жатыр ше. Не істейміз? Қандай докторды шақырамыз? Қанша докторды шақырдық қой, вообще жазылмай жатыр ғой. Алдында білесіз ба? Айналама біреу ауырған кезде ше, біз вампир доктор шақырған емес қой. Вампир доктор? Я тезірек кетті ғой. Соны қайтып шақырамыз ба, не қыламыз? Шақырайық та. 40 болып тұр ғой температурасы тағы да. Я, Алихан, қандай доктор шақырамыз енді? Білмеймін. Мама есіңізде ма, мен класстасым деген айым деген қыз бар ғой ше. Сол ше, мама ауырған ғой ше. Ешқандай любой доктор шақырған. Жазылмаған. Любой дәріні берген. Жазылмаған. Жазылмаған ба? Аяғында сондай отыр ғой, қарсай дәрі уже таусылып жатыр. Мен қанша дәрі бердім, укол салдырдық ше. Той доктор да келді бізге ше, білесің ба? Иә. Емдей алмады ғой, оны не істейміз енді? Вампир доктор шақырды, сол айым деген қыз ше. Вампир доктор шақырған, соны тезірек жазып кеткен. Болды. Вампир доктор ма? Қалай шақырамыз енді оны, Алихан? Мама, ол да телефон жоқ. Біз былай айтамыз. Вампир көмектесші деп 3 рет айтамыз ғой ше. Ол сол кезде келіп тұрады. Оның телефон жоқ па не сонда? Жоқ, телефон жоқ, екеуміз айту керекпіз. Айтамыз ба? Ой, мен қызың үшін бәрін жасаймын ғой, айтам енді. Аяла жазылғаным керек маған ше. Қараш, от болып тұр ғой, 40 болып тұр температурасы. Айтамыз ба? Дәрі вообще әсер етпей жатыр ғой. Айтамыз. Айтайықшы онда. Бір. Келетін шақырамыз оны, Алихан. Оны екеуміз бірге айтуымыз керек. Вампир көмектесші деп айтамыз. 3 рет. 3 рет бар, онда тұр екеуміз айтайықшы онда. Иә. Вампир көмектесші, вампир доктор көмектесші, вампир доктор көмектесші. Алихан, қазір келіп қалса жақсы болар еді. Иә, келіп қалса жақсы. Аяланы емдеп берсе жақсы болар еді, достар. Біздің аяламыз қатты ауырып қалды ше. A few moments later. Мама келді, кеттік. Точно сол ма? Иә. Біздің есік тұрып жатыр ғой. Кім? Мен шақырдым ба, мен вампир. Вампир докторсыз ба сіз? Біз шақырдық, иә, кіріңізші. Кіріңізші, келе қойыңызшы. Менің қызым бар еді. Қатты ауырып қалды бір аптадан бері. Ешқандай докторлар емдей алмай жатыр менің қызымды. Мен неге шақырдыңдар? Қызың ауырып қалған ба не? Иә, қызым ауырып қалды. Соны емдеп беріңізші, сізден өтініш. Қаяқта ол? Үйде жатыр, температурасы 40 болып жатыр. Қанша күн болды уже? Ана суреттерді өшіріңдер. Маған жарықтан қорқамын мен. Бопты. Оны емес, жақта. Қаяқта ол? Мына жақта келіңізші, мына жақта жатыр. Осы қыз ба? Иә. Иә, осы қыз. Осы қызым бір аптадан бері ауырып жатыр. Вампир доктор сізден өтініш, мен қызымды емдеп беріңізші. Мен вампирмін, білесің ғой. Иә. Емдейсіз ғой, иә. Ойбай. Ана кішкентай қызды маған көрсетпе. Мен жеп қоямын қазір оны. Алихан, анеға апарып тасташы онда. Осы қыз ба ауырып жатқан? Иә, осы қыз. Температурасы вообще түспей жатыр, емдей алмай жатыр. Сізден өтініш. Мынау, көмектеспейді. Не көмектеседі сонда? Көмектеспейді. Көмектеспейді деп жатыр ғой енді бұл кісі. Не істеп жатсыз? Ойбай. Әлсіреп кетті қызым. Бір апта болды. Аяғын иіскеп жатқаныңыз не? Емдей аласыз ба сіз? Аяғын тістеп жатқан несі? Қан сасап жатыр, қан.
бұл ауырып жатыр ғой. Сендер мені емдеуге шақырдыңдар ма? Я сіз вампир доктор дегеннен кейін шақырдық қой, емдеп береді. Осы жақсы емдейді дегеннен кейін. Емдеп берем қазір. Емдейсіз ба? Иә. Точно ма? Мама? Иә. Алихан, біз дұрыс доктор шақырдық па өзі? Я, бұл осылай емдеп беру мүмкін жарық. Адамдар жазылу үшін. Точно емдей аласыз ба? Бұлар ішкілу керек. Точно емдейсіз ба енді? Иә. Бұндай дәрілердің мен қаншасын бердім ғой? Бұл менің дәрім. Жазылып кетсе болар еді, Алихан, не? Иә. Бай. Саған жақындамай жүріңдер. Алихан, бер тұршы, мен мамасым ғой енді. Наның адам қанын бәрін ішіп тастауым керек. Сол кезде бұл жазылады. Алихан, Вампир доктор мүмкін солай емдейтін шығар, мама? сіз солай емдейсіз ба не? Мен наның адам қанын бәрін ішіп тастауым керек. Сол кезде ертең жазылады. Точно ма? Точно ма? Іші бердің ба қанын? Алихан, не істейміз енді, келісім береміз ба енді? Я келсе беретін сияқтымыз. Онда жазылмайды, қанын бәрін ішіп тастауым керек. Жарайды онда, Болыпты. қызым жазылсыншы, лишь бы қызым жазылсыншы, өтініш сізден. Болды. Болды. Алихан, қолын тістеп тастады, аялан қарсы. Біз де тістеп тастамасын енді. Сен де мен де тістеп тастамасын. Ертең бәкіздарың жазылып кетеді. Точно ма? Точно ма да? Иә. Точно. Болды. Болды ма? Мен кетемін. Сіздің киіміңіз қып-қызыл болып тұр еді, қалай қап-қара болып кеттіңіз? Мен базалы емдегенде қызыл жақтан қаражақ болғанда. Тамақ беріңдер маған сәлден кейін. Болыпты. Бұл вампир болып кетпейді ма сіз сияқты? Жоқ, Тістері жаман екен, Алихан, мен е? жеттім. Алихан. Тамақ беріңдер. Я. Болды, вампир доктор. Мамаға жағына қой. Вампир доктордың емі қонып енді. Жаным, Алихан қарасай. Вампир доктор келіп, қараш қанша күннен бері көзін ашпай жатыр еді ғой, Аяла. Ой, жақсы болды ғой жаным. Аяла, қызым, мен естіп тұрсың ба? Сені келіп вампир доктор емдеді ғой. Білмедің ба? Тістегенді білмедің ба? Қолыңды тістегенде білмедің ба? Қарасай сен қолдарың мына жерлерің. Вампир доктор келді ғой, үйге сен емдеу үшін вампир Мама, доктор тамақ шай берсін деді ғой. Я қазір тамақ шай берем. Ыстық су алып келші бар, Алихан. Кел, Алихан. Тұра ғой, аю. Тұра ғой, қызым. Мен жазылып кетсе жақсы болар еді. Осы вампир доктордың емі қонып. Иә. Мен айтқан дұрыс Жаман болады. қорқынышты екен, түрі, иә. Бірақ жаман қорқынышты. Аяла, сен ештеңке білмедің ба? Ештеңке сезбедің ба? Мен осыдан жазылып кетсе жақсы болар еді, мен қызым. Я вампир доктордың емі қонып. Жаман қорқынышты екен түрі бірақ, иә. Бірақ жаман қорқынышты. Дегенде де түрі де. Иә. Может, екен тістеріне ақыр қылықтары шығып кеткен осындай, иә. Әжіне қорқытты ғой. Бұдан кейін шақырмаймыз Алихан ағама. Иә. Жаман қорқынышты вампир екен, иә. Иә. Доктор болса да қорқынышты екен, иә. Иә. Достар, біздің видеомыз ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Иә. Біздің каналға тіркеліп қойыңыздар, күшті Иә. қызықты видеолар түсіреміз.